Ассаламуалейкум, құрметті ағайын. Бүгін бізде ерекше подкаст. Біз бүгін өзіміз қонақты іздеп келіп отырмыз. Өйткені білімді іздеп барады дейді ғой. Сол әпсанаға сәйкес бүгін үлкен танымал жас ғалымдардың бірі, дін саласындағы Сырым Шакизада ұстазбенен подкаст жүргізгіміз келіп отыр. Ұстаз, қош келдіңіз. Біздің подкастымызға келісім бергеніңізге көп рахмет. Уақытыңыздың, кестеңіздің тығыз болғанына қарамастан сізге қош келдіңіз айтқым келіп отыр. Қош көрдік, Алла разы болсын. Енді Сырым Шакизада ұстазбен сіздерді таныстырып өтіп кетейін. Сырым Шакизада ұстаз Нұр Мүбарак университетінің докторанты, Алла қаласа докторлық диссертациясын қорғау жақындап қалған сияқты. Ұстазымыздың көптеген еңбектері бар. Пайғамбарымыздың хадистерін танытуда және пайғамбарымыз сүннетін танытуда ұстазымыздың біршама белгілі жамағатқа тарап кеткен кітаптары бар. Мысалы 21 хадис деген, осы жақында Шамаил Мұхаммадияны аударып шықты. Одан қала берді өзекті тақырыптардың бірі Тахауи ақидасына ұстаздың аудармалары шығып жатыр. Жалпы бізде ғылым саласында, жазба саласында жүрген әріптестеріміз аз енді. Сондықтан бірінші сұрағымызды осы төңіректе бастайық. Жалпы біздің қоғамның, еліміздің пайғамбар танудағы деңгейі қандай? Деңгейіміз қаншалықты? Енді осы пайғамбарымызға көп кітап арнап жүрген ұстаздардың бірі ретінде осы сұрақты арнағым келіп отыр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жалпы осылай қонақ қылып шақырғандарыңызға Алла разы болсын. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туралы айтатын болсақ, өте айтылатын мәселелер өте көп. Жалпы енді пайғамбар деген кезде бірінші біз оның не айтты, не айтқысы келді деген мағынаны түсінуіміз қажет. Пайғамбар дегенде хадис ойымызға оралады. Енді жалпы исламның негізгі қайнар көздері ол Құран және сүннет, Құран және хадис қой, Құран және хадис мәтіндері. Негізгі бір бөлігі хадис болып саналады. Енді жалпы пайғамбар тану дегенге бір алғашқы кіріспе ретінде хадис жайында қысқа нұсқа айтып өтуіміз қажет. Өйткені ол пайғамбарымыз сөзі деп отырмыз. Хадис жалпы негізгі екі құрылымнан тұрады. Екі құрылым бар. Біріншісі ол иснат, тізбек. Екіншісі мәтін, пайғамбарымыз яғни сөзі. Енді екі құрылымнан тұратын болса, ислам ғалымдары жалпы осы иснат, тізбек деген мәселенің әбден зерттеп, оның есігін құлыптап жауып кеткен негізі. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сөзін бізге қалай жетті, кімнен жетті, қандай жолдармен жетті деген мәселені ғалымдар, ислам ғалымдар толыққанды зерттеп, оны мүлдем толыққан нүктесін қойып кеткен былайша айтқанда. Яғни тізбектегі қандай сахаба жеткізді, қандай табиғи жеткізді, одан қандай ғалым жеткізді деп күнімізге дейінгі біздің қазір пайғамбарымыз былай деді деп айтып жүрген сөздеріміз ол сол бізге тізбек арқылы жеткен. Сенімді жеткен. Енді екі құрылымнан тұратын болса, осы бірінші құрылымы тізбек иснат тақырыбын ислам ғалымдар толыққан зерттеген. Бұған біз пәленше қазір хадис сахих, пәленше хадис даиф, пәленше хадис хасан деп біздің беріп жатқан үкімдер ол орта ғасырда толыққанды бағасын беріп кеткен. Тіпті 7-ші ғасырда өмір сүрген Ибн Салах деген ғалым, ол кісі 643 жылы қайтыс болған. Ол кісі сол жалпы тізбектің иснатқа жаңағы пәленше хадистің сахих деп айтылуы, пәленше хадистің даиф, әлсіз деп айтылуы, хасан деп баға берілуі деген үкім сол кезде есігі жабылған деп оның... Ұстаз өте керемет ақпарат айтасыз. Осы арада бізде жүрген кейбір бауырларымыз жаңа Саудияның соңғы ғасырда өткен шейхтарын, яғни хадис танушы деп айтатын бір кісінің, демек сахих хадис деп айтуға ол кісінің дәл қазіргі уақытта ондай үкімі жүрмейді дейсіз. Осыдан 8 ғасыр бұрын, 800 жыл бұрын хадис ғалымы, жаңа айтқан ғалым өзі мұқаддима еңбегінде хадис ілімі кітабында пәленшені сахих деп айту, пәленшені даиф, хасан деп баға беру, бұл есігі жабылып қойған болды. Бұл тақырыпқа ешкім кіре алмайды. Сол кезде 800 жыл бұрын, ол 20-21 ғасыр былай тұрсын, орта ғасырда ол мәселенің есігі жабылған әлде қашан. Сондықтан да біз қазір бұл хадис құрылымының бірінші тізбек иснат тақырыбына басымызды ауыртудың қажет жоқ. Яғни мынау хадис даиф па, мынау әлсіз ба, әлде
дұрыс па дұрыс емес па деп біз бас қатырмауымыз қажет. Өйткені ол ғалымдар бағасын беріп кеткен толыққанды зерттеп әбден. Ал біздің ойландыратын, толғандыратын, басымызды ауыртатын мәселе ол хадис құрылымының екінші бөлігі. Ол мәтін. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не айтты? Не айтты? Ал бұл екінші бөлімі, бір қызығы, екінші бөлімі, хадистің екінші бұл мәтіні белгілі бір заманмен, уақытпен бұл тоқтап қалмайды. Бұл қияметке дейін, яғни бұның есігі ешқашан жабылмайды. Бұл қалай? Яғни пайғамбарымыздың хадис деп тұрған сөздің өзі түбіріне үңілетін болсақ, араб тілінде бұл жаңа деген мағынаны білдіреді. Жаңа деген яғни бұл уақыт өткен сайын, заман өткен сайын бұл ескірмейді. Керісінше уақыт, заман өткен сайын бұл жаңара береді. Пайғамбарымыз сөздері. Бұл бір мәселе. Екінші бір мәселе, сөзі деген кезде бұл ескірмейді, жаңара береді, бір орында тоқтап қалмайды. Сондықтан да біз бұны қай ғасырда болмасын, оның терең терең сырлары, қазынаға толы сырлары ашыла береді. Жалпы енді осы негізгі екі бөліктен тұрады. Өте керемет дерек екен. Ұстаз, бұл біздің хадис танудағы бір керекті мәліметтердің бірі болды деп ойлаймыз енді. Енді пайғамбарымыздың хадисін... Осы жерде жаңағы хадис деп айтуға енді есіме түсіп отыр. Сосын пайғамбар салам сөзі деген кезде не айтты емес, не айтқысы келді. Сондықтан назарға алуымыз қажет. Өйткені қазір көп буквализмнің жалпы теріс ағымға кетуден бірден бір себебі пайғамбарымыз не айтты, сыртқы формал көрінісіне ғана мән береді, ал оның артында не айтқысы келді? Тарихы, оның тәсілі, не айтқысы келді ол жерде? Негізгі мақсат не еді? Соған үңілуіміз қажет. Сол кезде біз білмеген түрлі мәселелер ашылады да арт жағында. Енді бұл кереметтер екен, айтқанымыздай, мысалы, демек бізде тарихтың тізбегінде ешқандай проблема жоқ. Жаңадан келген шейх Альбанилерді мынау сахих емес деп айтуына негіз жоқ. Бір. Екінші, жаңағы мәтін жаңара береді. Мәтін жаңармайды. Мәтін түпнұсқа болып қала береді. Бірақ оны түсіндіруде қоғамның санасына, тұрмыс тіршілігіне байланысты кеңейе береді. Өзгереді демей ақ қой, кеңейе береді, ашыла береді деген пікір айтқыңыз келіп отыр. Мысалға, жаңағы сөзіңіз аузыңызда, мысалға мисуақ қолдану. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қолданған, ол жердегі ғалымдар айтады, негізгі мақсат тісті ауыз қуысын тазарту. Негізгі мақсат. Ол жерде бірақ құрал мисуақ болса ол кезеңде, бірақ оның негізгі артындағы мақсаты тісті тазалау, ауыз қуысын тазалау болса, ол 21 ғасырда кез келген басқа да құралдармен сол мақсатты орындауға болады дейді. Яғни сіз мысалға тіс щеткасын пайдалану арқылы пайғамбарымыз сүннетін де орындаған болып саналасыз негізі. Өйткені ол жердегі негізгі мақсатты орындап тұрсыз. Және де мысалға көп қой мысалдар, негізі қарапайым көп сәләфи уахабилердің арасында балақ мәселесі де жаңағындай оның негізгі себебі не? Буквализм. Мына нәрсені түсінгім келеді, ұстаз. Пайғамбарымыз жасаған іс-әрекеттерін кейде сахабаларға үлгі ретінде көрсетті. Мысалы, тіс тазалауды. Бірақ пайғамбарымыз екінші жағынан әдепке қатты мән берді. Қимыл қозғалысқа. Ол қоғамның алдына шығып, мешіттің алдына шығып тіс тазалаған емес қой. Бірақ бізде осыны түсіндіру керек те, әдепті болса ішсе, пайғамбарымыз сүннетіне әдеп сақтайсың ба деген сияқты нәрселер айтады да. Қоғамдық көліктерде, метрода, автобустардың ішінде түсін тазалап баратқан бауырларымызды көреміз да. Оларға айтқым келеді да, пайғамбарымыздың әдепті бол дегенде, қоғамда өзіңді ұстай ал дегенде, соған үндеген дүниелері бар да. Сонда кеңітіп айтып жібересіз. Әдепті болудың өзі сүннет қой негізі. Жаңағы бауырларымыз мысалға бір сүннетті тірілтіп жатырмын деп ойлауы мүмкін, бейне бір мешіттің ішінде, қоғамның арасында, көлікте мысалға. Бірақ білесіз ба, сол іс-әрекетімен бұл исламофобияны өршітіп жатыр да. Ол ойлап жатқан жоқ артқы жағы мәселесін. Ол ана бейне бір сүннетін істеп жатырмын деп ойлап жатыр, сауап, керемет нәрсе деп. Енді былай сырт қараған кезде бір мынау керемет, үстіне ұзын киім киіп алған, басын тақия, жаңа тісін тазалап жүр деген әдемі көрінуі мүмкін, бірақ адамдарға қоғамда бір белгілі бір норма, бір этикалар бар ғой. Егер оны сіз бұзсаңыз, сіз қанша нәрсе істесеңіз де, оны сізде жек көрінішті бір ұнамсыз, жағымсыз бір іс-әрекет болып көрініп тұрады. Қоғамның назарын аударту да. Ал бұл екіншіден ол біліп тұрған жоқ, ол адам істеп жатқан артында исламофобияны өршітіп жатыр да негізі. Керісінше дінді әдемілеп көрсетемін деудің орнына, керісінше жағымсыз жағын насихаттап, Сізді әлеуметтік желілерде оқып тұрамыз, сұхбаттарыңызды, посттарыңызды.
сонда біздің көңілімізге қонған бір сөздің бірі болды. Сізде мынандай дүние айттыңыз да, жаңа сүннет киім деген норма болмайды. Әуретін жапқан киімнің бәрі сүннет киім деп. Осыны да кеңітіп айтып жібересіз. Расымен де ол өте маңызды, терең нәрсе. Жалпы айтып жатырмыз, қазір біздің қоғамда жаңа бауырларымызда сүннет киім дейді да. Сүннет киім дейді да, ұзын бір көйлек киіп алады. Сүннет киім киіп жүрмін деп ойлайды да. Негізі сүннет киім деген нәрсе жоқ. Сүннет деген бұл жалпы парыз, уәжіп, харам, мұстахаб деген секілді үкім ғой бұл. Сүнна пәленше сүннет. Сүннет мынау пайғамбар сүннеті деген секілді. Қаули, фиали деген секілді ішінен бөлінеді. Енді негізі сүннет киім деген нәрсе жоқ. Сүннетке сай киілген киім бар. Мысалға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бүкіл 63 жылдық ғұмырында ұзын көйлек киіп жүрді ма? Логикалық тұрғыдан ақыл тарасына салып көрсеңіз, ол мүмкін емес нәрсе. Пайғамбар саллаллаху барлық жерде болған, қоғамда да, жиналыста да болған, көшеге де шыққан, соғыста болған, үйінде де жүрген, басқа сапарларда болған. Ол жерде пайғамбар саллаллаху жаңағы шамаил деп жатырмыз, соның еңбектерін қарасаңыз, ол жерде біз байқаймыз, пайғамбар саллаллаху соғысқа киген өзінің арнайы киім бар. Үйінде киген өзінің арнайы киім бар. Жалпы көшеге шыққан кезде өзінің бөлек киімі бар. Бір іс-шара, үлкен бір той жиынға барған кезде, мысалы сондай жиындарға барған, мысалға сондай жиын, үлкен мерекелік іс-шараларға барған кезде киім бөлек болған. Мысалға соғысқа арнайы өзінің дулығасы, өзінің жаңа қорғаны киетін, сауыты деген секілді өзінің сондай арнайы жасақты киімдер болған соғысқа барған кезде. Ал жалпы андай мерекелік бір іс-шараларға, жиындарға барған кезде өзінің бір қуанышты бір сәттерде үлкен өзінің шапаны болған. Қызыл жолақтары бар дейді. Қызыл жолақтары бар, шапаны бар. Яғни пайғамбар саллаллаху әр уақытқа, заманға жаңа неге сәйкес киінді. Енді біз де осыны негізге ала отыра не істейміз? Адам үлкен бір жиынға барған кезде өзінің киетін киімі болады. Мысалға сіз жүгіретін кезде, спортпен айналысатын кезде, мысалға аяғыңызға бір етікпе киіп алып жүгірмейсіз да, костюм шалбармен. Ол мен осылай киінуім керек, осылай сәйкестендіріп, мысалға спорттық па, спорттық киімге сәйкес солай киіну, бұл сүннетке сәйкес болып саналады. Ал ол жердегі басты талап қандай талап? Ең басты әурет жабу, яғни ұятты жерлерін жабу, көрінбеуі, ислам талаптарын орындау шарттарын. Яғни бұл жердегі негізгі сүннет бұл исламның талабын орындау, ары қарай оның бір сыртқы көріністері өзгере береді. Спорттық киімде спорттық, мысалға өзінің жұмысқа баратын киім жұмысқа баратын, үйде киетін, мысалға ұйықтайтын, демалатын кезде киім басқа болады. Мысалға сіз мысалға ұзын көйлекпен демалмайсыз, сол мысалға оның бөлек өзінің киім болады деген секілді. Яғни әр орынға, халге байланысты климаттық, географиялық ерекшелікте сақталады. Ерекшеліктерге байланысты. Мысалы, пайғамбарымыз тон деген сияқты, ішік деген сияқты біздің қазақтың даласында таралған суығымызға арналған киімдерді киген жоқ қой. Оны кимеді екен деп ол сүннет емес деп айта алмаймыз ғой біздегі. Рас. Ұстаз өте жақсы пікір алмасып жатырған сияқтымыз. Енді мынандай алдында біздің атырауымызға Нұрсұлтан Рысмағамбет ұстаз келіп кетті. Ол кісі де осы пайғамбар тануда өте үлкен үлес қосып жүрген азаматтардың бірі. Сол ұстазымыз мындай дерек айтты да, пайғамбардың бір күні деген кітап шыққалы жатыр. Соған өзім қатты қызығып отырмын, күтіп отырмын деді. Мен қызығып қалдым шынымен де, өйткені біздің қазіргі қоғамымызда пайғамбардың хадистері бар, мақұл, пайғамбарымыз айтты деген нәрселері бар, соғысқа қатысты деген деректер бар, бірақ пайғамбардың адам ретіндегі бір күні жамағатқа меніңше қызық, менің өзіме жеке қызық. Ол қалай ұйқыдан тұрды, қалай түстенді, отбасында қандай болды пайғамбарымыз, балалармен қандай болды. Яғни бір күні кешке дейінгі болған құптанды оқып демалып, кейін тахаджудке тұрғанға дейінгі бір күні деген бір қызық біз үшін. Сол сіз пайғамбар танушы ретінде пайғамбарымыздың бір күніне бір тоқтау айтып кете аласыз, яғни толықтырып айтып кете аласыз ба? Енді өте бір үлкен ғылым саласы ғой негізі бұл. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам туралы, оның өмірбаяны, оның не істегенді, не ішіп жегендігі, оның сөздері ол бір өзі алдына бір бөлек. Енді жаңа айтып өткен, біз енді аударған кітабымыз Мінсіз Мұхаммед деп кітап жарыққа шығардық. Шамаил Мұхаммадия еңбегін қазақ тіліне аударып, сол жерде 400-ге тарта хадис бар, 400-ге тарта түсіндірмесімен, түсініктемесімен жарыққа шығардық. Ол жерде енді бір күні деген кезде бізде жалпылама рет-ретімен ол жерде айтылмайды. Азында тұрған сәттен басы кешкі ұйықтағанға дейінгі, демалғанға дейінгі. Ол жерде жалпы
не ішіп жеді, қалай ұйықтады, қандай киімі болды, қандай сусындарды жақсы көрді, қандай жемістерді жақсы көрді. Мысалға пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям есіме түсіп отыр, қарбызбен нені құрманы бірге араластырып жегендігі, мысалға тәтті, иә, сосын балдарды жақсы көргенді, тәтті сусындарды жақсы көргенді, салқын суды жақсы көргендігі. Одан кейін енді әртүрлі айтқан жағында түнгі ұйқысын қалай бөлді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ұйықтаған кезде, қалай демалды. Одан кейін жаңа намаз құлшылықтары, оразасы, әйелдермен қарым қатынасы. Мысалға пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы кітапта кешкі әңгімесі деген де бар да. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кейбір негізі құптаннан кейін демалу керек, ұйықтау керек деген бізде түсінік бар ғой исламда. Бірақ ғалымдарымыз айтады, егер де құптаннан кейін егер бір кәдімгідей маңызды, бір қоғамға пайдасы бар, бір сондай бір маңызды мәселе талқыланып жатса, ол әңгімелесіп талқыласа ешқандай оғаш жоқ дейді, оғаштығы жоқ дейді жалпы. Сонда біз ойлаймыз кейде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям деген кезде бір кейде әрине үлкен біздің енді негізі көшбасшымыз ғой, біздің үлгі тұтатын тұлғамыз, бірақ кейде біз қарапайым нәрселерді жасамайды деп те ойлап қаламыз да кейде. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям күнделікті тұрмыс тіршіліктегі қарапайым әдеттер болған, күнделікті мысалға жұбайына көмектескен, қарапайым үй жұмыстарында істеген, кешке отырып әйелдермен сұхбаттасқан, сөйлескен, қандай мұңы бар, қандай проблемасы бар, тыңдау керек деген де мәселе бар ғой әйелді. Сондай мәселелер қамтылған. Енді жаңағы еңбек әрине ол толыққанды шықса, бастан аяқ таңда тұрады, кешке мына уақытта ұйықтайды деген секілді толыққанды ол еңбек шығып жатса, әрине ол пайдалы болары анық. Сіздің кітабыңызбен де таныстық, ұстаз өте қоғамға пайдалы деп түсінеміз. Осы орайда біздің қазақ даласындағы, мен енді тарихшымын ғой, қазақ даласындағы сира ілімдеріне тоқталып кеткім келіп отыр. Бізде қазақ даласында негізі Қисас әнбия кітабы өте жақсы танымал болған. Оның түрікше, яғни ескі түрік тілінде сөйледік қой біз. Ескі түрік тіліндегі нұсқасын Рабат әл-Оғызи деген алтын ордалық ғалым жазған екен, түркі тіліндегі нұсқасын. Сол нұсқасы күні кеше кеңес үкіметі тарағанға дейін пайғамбарлардың қиссалары, яғни оның ішінде Адам алейхиссаламнан бастап бәрі бар. Сол бірінші таралған кітаптардың бірі екен, өйткені ауыз әдебиеттерінен, Қыз жібектен, Алпамыс батырдан, жаңағы Біржан мен Сараның айтысынан көріп қаламыз да, Қисас әнбиенің үзінділері қарап жатсақ. Екінші өте қатты таралған кітап ол Сияра Нәби деп айтады екен. Яғни пайғамбарымыздың сирасы. Оның ішінде көптеген ишандарымыздың сиярлары бар, өздері жазып кеткен. Сондай бір, мысалы төре тұқымдарынан шыққан молдаларда жазған бір өзіме қатты әсер еткен сияр нәбилер көп біздің қазақ нұсқалары. Осыны да назарға ұстаңыздар. Яғни біздің қазақ таласы пайғамбар тануда ежелден қазіргі ғана біз дүниеге жаңа нәрсе емес негізі. Жаңа кейбір сүннеті пайғамбарымыздың біздің ырым болып еніп кеткен, дәстүр болып еніп кеткен кейбір дүниелерін біздің қазақ әдет ғұрып қылып жіберген да, жаңа қиқымды теріп же бай боласың деп айтады да. Бұны қарап отырсаң бір ырым сияқты, ал шын мәнісінде үңіліп қарасаңыз сіз айтқандай шынымен бұл пайғамбарымыз сүннет ысырап етпе, ал пайғамбарымыздың сүннетін орындамаған адамның үйінде берекет болмайды, ал оның мынан бай боласың дегенде сүннетке амал етсең берекет кіреді дегенде түсінік қой бұл деген. Қарап отырсаң, яғни біздің қазақтың түсінігіне еніп кеткен, бірақ оны өзіміз байқамай қалғанбыз да. Біз енді бір сөзіңіз аузыңызда бір жаңа нәрсені істеп жатқан жоқпыз негізі қазіргі таңда. Барлығы дерлік сол бұрынғы ұмыт қалған нәрселерді еске алып жатырмыз, жаңартып жатырмыз. Яғни ол бір формат өзгере береді, бірақ түпкі мақсат бір ғой барлығында. Негізгі мақсат таныту, оны көрсету тұлғаны. Бірақ жеткізу түрлі әдістермен жеткізе береді. Біздегі сол бір үлкен проблема мынау тарихи сабақтастық қой, жоқ болып үзіліп қалғаны. Үзіліп қалды ол барлық жағынан, дәстүр жағынан, дін жағынан да үлкендермен жастардың бір-бірімен қазіргі таңда мысалға әлеуметтік байланысын төмен болды. Үзіліп қалды. Содан кейін проблемалар. Сіз айтқан сияқты тізбектен айырылып қалдық. Сосын ойлайды жастар, ой, мен үлкендер қолдамайды, болмаса үлкендер шығады, жастар түсінбейді, азғындап кеткен деп бір-бірін жамандап жүреді, бірақ бір сабақтастық болса негізі әдемі болады ғой. Әлбетте, енді пайғамбар туралы түсінікті, Алла тағала пайғамбарға лайықты үмбет болуды нәсіп етсін. Алла тағаланың сәлемі мен салауаты болсын пайғамбарымызға. Енді сіздің тағы басқа да еңбектеріңізбен таныспыз. Соның ішінде соңғы жаңа ақида саласына, тахауи ақидасына
еңбек арнап атсыз, аударма, түсіндірме ретінде. Осы еңбегіңізге бір қысқаша шолу жасап кетесіз бе? Жалпы енді өзім мақсатым жалпы классикалық мынау ханафи матуридилік ілім дейміз ғой, ақида саласындағы осындай ханафи матуридилік ілімді мектепті, сол мектептің көрнекті өкілдерінің еңбектерін қазақ тіліне аудару, яғни классикалық. Оның алдында яғни шарх уасиян аудардық, имам Абу Ханифаның жаңа өсиетін түсініктемесі бәбіртейдің, одан кейін жаңағы Хусамуддин Сығнақидің тәсдид еңбегі бар әйгілі. Одан кейін соңғы шығып жатқан кітап ол Абу Джафар ат-Тахауидің әйгілі мәтіні, оған шарх жасаған сол тағы да 786 жылы қайтыс болған хижри Акмалдин әл-Бәбірти деген ханафи ғалымы. Бұған енді түсіндірме жазған ғалымдар өте көп, шарх жазған, яғни оның ішінде біздің Хибатулла Түркістани де бар, әйгілі Тарази еңбегі. Одан кейін жаңа Ғазнауи бар, осы Бәбірти бар. Одан да бөлек қазіргі заманымыздағы ғалымдардан түсініктеме жазған ғалымдар өте көп. Бұл кітап енді барлығы мойындайды бұл кітапты. Мәтінді жалпы Тахауи деген кезде бұл кісі негізі 321 жылы қайтыс болған, сол Абу Мансур Матуриди мен Абу Хасан Аш'аридің замандастары жалпы. 330-321 сол 4-ші хижри жыл санауында қайтыс болған ғалымдар негізі. Бұл кісінің басқа да салада еңбектері бар, бірақ осы Тахауи мәтіні бұның ішінде негізгі бастауыш деңгейдегі барлық осы негізгі мәселелер қамтылған, сенім мәселелеріне қатысты. Оның ішінде илахият дейміз, жаңа Алланы тануға қатысты, Құдайды тануға қатысты, нубуат дейміз, жалпы пайғамбарды жаңа тануға байланысты. Одан кейін жалпы қадар, яғни тағдырға қатысты мәселелер, одан да басқа өзге де бір тақырыпшалар сол кезеңде өзекті болған тақырыптарды қамтыған. Әл-Бәбірти енді осыған түсіндірме жазған. Енді айта кететін ерекше асынсыз өтетін мәселе, Абу Джафар ат-Тахауи өзінің ең бірінші сөзінде бұл аля мазхаби фуқаха, яғни ғалымдар, фақих ғалымдар, бізде имам Абу Ханифаның және де Мұхаммад Хасан Шайбани, Абу Юсуфтың осы миллеттің фақих ғалымдары деп сипаттайды Тахауи. Осы үш ғалымның сенімі негізінде жазылды дейді бұл кітап. Яғни Тахауи деген кезде бұл өз алдына бір бөлек бір нәрсе емес. Мектеп құрастырған жоқ. Бұл сол имам Абу Ханифаның біз білетін 5 трактаты бар, жалпы оның сенім негіздері бар. Соның көзқарастарына сүйенген жалпы сол ғалымдарына. Сондықтан да Тахауидің кейбір бауырларымыз мәтіндерін басқаша бұрмалап, басқаша түсіндіргісі келеді, бірақ Әбілғиз әл-Ханафи деген кісі бар деп, соныкін түсіндірмесімен алып келеді, бірақ ол жердегі түсіндірмелер әрине негізсіз. Өйткені бұл ғалым өзі сол имам Абу Ханифаның көзқарастарын негізінде жазын деп соларды мойындап отыр. Сондықтан ал біз білеміз, түпнұсқасы солай деп тұр. Түпнұсқасы солай деп тұр. Тіпті Абу Мансур Матуридидің өзі де сол Абу Ханифаның жолымен соны жандандырған, соның негізінде жазылған. Сондықтан бұл кітапта сол негізгі мәселелер қамтылған. Содан кейін ақида деген кезде мынаны түсінуіміз қажет. Бізде көбінесе классикалық ақида еңбектерінде бұл бір сол кезеңде, сол уақытта маңызды болған тақырыптарды қозғаған ғой негізі. Ол бір андай не емес, бір уақи келіп, пайғамбар айтып, бір мыналарды талқылау керек екенін өз ойларынша бір қозғап бір кіргізе салған нәрсе емес ол жердегі тақырыптар. Яғни сол кездегі дінге қарсы болған бір топтарға арналған соған жасалған зерттеулер. Оны біз анау түсінбеуіміз керек те, бұл бітті бір шариғат іспетті, бір уақи іспетті, ондай нәрсе емес. Сол кезеңде өзекті болған тақырыптарды қамтып, соған жауап берген. Соны айтпаған бұл жердегі негізгі ойым, бізде қазіргі таңда өзекті болып жатқан қандай тақырыптар бар? Ақида мәселесіне қатысты. Бізде соған қатысты жауап жазу арқылы біз бір сенім, яғни қалыптастыр деп айтқан ыңғайсыз келетін шығар, бірақ сондай бір кітап жазып соған тойтарыс беруіміз қажет та жалпы. Ол ақида деген бір қатып қалған нәрселер емес та бір. Әлбетте. Кезінде мысалы Шейх Рамадан әл-Бутилердің атеизмге, социализмге қарсы кітаптары, еңбектері болғаны сияқты 60-70 жылдарда, одан кейінгі замандарда да. Дәл қазіргі уақытта сондай бір әртүрлі біздің сенімімізге әсер ететін топтарға біз барынша тойтарыс беру керекпіз деп отырсыз ғой. Тахауи ақидасының өзектілігі де қазіргі кейбір топтарға әлі күнге дейін тойтарыс береді. Енді жаңа ақида деген кезде ойлайды біздің қазақта ақида таухид болмаған, ол ілімді оқытпаған деп. Енді мен әрдайым айтам, осы подкастта да
есіме түсіргім келіп отыр. Мен енді қазақ даласында исламның біз 5 кезеңі бар деп есептейміз. Ал Мұқан Исахан ұстазымыз 4 кезеңі бар деп есептейді. Бірақ енді қайсысын айтқанда да мына 18 ғасырдың екінші жартысына дейін қазақтың білім құбыласы Бұхара медресесі болған. Бұхара Түркістан медреселері. Бұл медреселер Бұхара медресесі, Орта Азия медресесі, Куфа медресесінің кәдімгі орысша айтқанда дочерной медресесі болған, яғни бала медресесі. Одан кейінгі ірі медресе. Бұхара медресесі кейін қазір Оңтүстік Азиядағы медреселерге ықпал етті, және Қазан медресесінің қалыптасуына ықпал етті. Яғни біз осы оригинал Бұхара медресесінің былайша айтқанда мектептерінде оқыған біздің аталарымыз, бабаларымыз. Сонда біздегі ақида ілімдерін иман шарт деп атаған екен. Біздің ескі тілдерімізде Абырай Алтынсариннің болсын, Шәкәрім Құдайбердіұлының болсын, одан бұрынғы ғалымдарымыздың кітаптарын ашып қарайтын болсақ, Машһүр Жүсіптің болсын, сол замандастарының. Одан кейінгілердің де Ғұмар Қараштардың қарасақ, жаңағы баптарға бөледі, соның ішіне жаңа иман шарт деген бап қояды. Болмаса иман бабы деп атайды. Жаңағы мұсылманшылық тұтқасында да. Сонда жаңа Аллаға сену, пайғамбарға сену дәл кәдімгі осы ескі классикалық ақида кітаптарынан айнымайды. Соның тек қана қазақша нұсқалары. Яғни бізде ақида болмады деген түсінік болмасын дегенім ғой. Абсурд нәрсе. Абсурдты, өте абсурдты. Одан кейін жаңа сөзіңіз аузыңызда жаңа біздің тұлғаларымыз Хакім Абай, Машһүр Жүсіп, Шәкәрім Құдайбердіұлы, ол кісілер еңбектеріне қарасаңыз, біздің қазақы діни таным қазақы түсінікпен дүние таныммен жеткізе білген да сол жері. Одан кейін бізде көбінесе қазір өкінішке қарай ақида деген кезде бір талас тартысты мәселелер ғана бір ойға оралатын болып кеткен. Өкініштісі осы. Негізі енді оған не себеп болғанын білмеймін, бірақ ақида деген негізі түбірі негізі ана байлау деген ғой. Ол байлау деген яғни Құдаймен жүрегіңді байлау ғой. Яғни Аллаға деген сеніміңді арттыру керек. Тастықтау. Китабын тастық дейді Абай өзінің 38-ші қарасы. Китабын тастық. Ол сенімі жүрекпен растау ғой, мойындау, сену. Сондықтан бұл ақида деген кезде бір қорықпау керек, бір талас тәрсі мәселе емес. Бұл деген Аллаға иман ғой. Аллаға иман, қалай иман ету керек, қалай дұрыс сену керек деген мәселелер қозғалған. Тамаша. Енді соның ішінде жаңа Абай атамыздың 38-ші қара сөзін түсінбей қалатын шығарсыздар. Абайдың қара сөздері, құрметті оқырмандар, негізі ғақлия деп аталады. Ақыл кітабы деп аталады екен. Онда негізі 30-дан асатын ғана сөз бар екен. Кейін Мұхтар Әуезов бұл жаңа Абайдың сенімге, дінге қатысты кітаптар өртеніп кетуден қорқып, бұл еңбектерін қара сөз ғақлияның ішіне қосып жібереді. Ал Абайдың 38-ші қара сөзін оқысаңыз, басқа қара сөздерден өте қатты ерекшеленеді. Сол 38-ші қара сөзі оқырмандар, бұл Абайдың китабын тастиқ, яғни тастықтау, бекіту кітабы деген мағынада. Көрдіңіздер, бізде ақиданы тастық деп атаған, яғни бекіту, жүрекке байлау деген өте керемет деректер шығып жатыр да ортаға. 38-ші қара сөзден таза ақидалық ханафи матуридиліктің негіз ұстанымын көрсеткен ғой. Кәдімгі қазақы түсінікпен. Ол мына ұстаз қарап отырсаңыз, Абай 38-ші қара сөзінің түгел бүтін мәтінін ақидаға арнағанда соңғы 2 абзацындей намазға арнаған ғой. Намаздың мағынасын ашуға. Өте бір керемет ғалым ғой енді. Бірақ Абай сәнәуияны бітіргендегі деңгей сондай болған. Ойлаймын да, біздің 37-ші жылы өлтірген кезде ең бірінші атылған молдалар ғой, ғалымдар. Молда деген 12 білімді игерген адам. Сонда ол бізде ислам әлемінің барлығында да, және қазақ даласында да ислами білім алу 4 кезеңнен тұрған. Иптидайя бастауыш, сәнәуия орта білім, одан кейін рушидия деп айтады, яғни кемел білім. Одан кейін ең ұлы білім деп айтады, ғалия деп айтады. 4-ші медресені, ғалияны бітірген адам қазақтың даласында молда деген атақ алып отырады екен да. Сонда қараңыз, Абайдың сәнәуия бітіргенде жазып кеткен еңбегі, ал егер ғалия бітірген молдаларымыз қандай еңбек тастады екен, ол әлі бізге аша алмай жатырмыз. Ашып оқи. Сәнәуия деп жатырмыз ғой. 38-ші қара сөзін жалпы біздің тұлғалардың несін діни тұрғыдан ақида мәселесі тұрғысынан зерттеп қарап жүрмін. Мәтін әрбір сөйлемінен
бір нәрсе шығаруға болады да. Санауия деңгейінде андай болса білмеймін енді, ананың ішінде Хакім Абайдың 38-ші қара сөзінде айтқан кейбір мәселелері оны исламтанушы мамандар да түсіне бермейді, шын айтайын, оны мойындаймын. Өйткені үңіліп дұрыстап қарамаса, ана жерде өте кәдімгі кәләм іліміндегі бір өте маңызды мәселелер. Жақын аралықта негізі Абайдың 38-ші қара сөзіне ғылыми түсіндірме жасау керек сияқты. Шама жеткенше. Ал біз басын бастап беру керек біздің бұғынға. Кейін артынан Шейх Мұхаммад Садық Мұхаммад Юсуф Тафсир Хилал деген кітап жазған ғой, яғни жартай деген. Сол Чувақ қажы екеуі Меккеде кездесіп қалыпты. Чувақ қажы сұрапты шейхтан: "Вашай, сіздің Хилал тафсиріңізді оқыдық. Енді Бәдір тафсиріңіз қашан шығады?" Яғни сіздің Хилал, яғни жартай, енді толыққанды тафсиріңіз қашан шығады дегенде шейх айтыпты дейді ғой: "Мен сол Хилалін бастап бердім, Бәдірді сіздер аяқтайсыздар" деп. Сол сияқты Абайдың кітап тастығын түсіндіріп беріп бастап кету керек сияқты. Артынан мүмкін жаңа буын шығып толықтырар. Кейде маған да осы нәрсені айтқан кезде, сіз енді ислам тарихына, қазақ даласына кітап жаздыңыз, бірақ әлі толық емес дейді. Мен айтамын, 5 кезеңнен тұрады, 5 кезеңін жазғанның өзінде толық болмайды. Біз бастап берушіміз тек әрмен қарай. Өйткені жаңа сіз айтқандай әртүрлі топтар келген кезде біздің шикі болса да кейбір ақпараттарды ортаға шығаруымызға тура келді. Әртүрлі тәңіршілер сияқты топтар шыққан кезде агностиктер ғой, былайша айтқанда олар. Енді ұстаз өте тұшымды ой деп әрдайым өзімізді қанағаттандырып отырамыз ғой. Матуриди, имам Матуриди қозғап кеттік. Жұрттар ойлайды, имам Матуриди деген бөлек бір діни ілім алып келді деп. Шын мәнісінде ол бір әдістеме ғой. Мынандай нәрсе бар да, алгебра басқа ғылымдарда Евклид теоремасы, я болмаса медицинада Ибн Синаның ережесі деген сияқты нәрселер бар да. Бірақ қарап отырсаң Ибн Сина бір жаңа нәрсе ашқан жоқ, болғаны адам емдеудің өзіндік әдісін қалыптастырды да. Осы арада да түсіну керек та, имам Матуриди бір жаңа бір мектеп ашайын деген ода мой мақсат болған жоқ. Бірақ имам Матуридидің әдістемесін орта ғасырларда мұқтазилиттерге, әртүрлі топтарға жауап берген әдістемесін біз әрмен қарай Орта Азияның ғалымдары, Ханафи мазхабының ғалымдары пайдаланды да, әрмен қарай ол бір мектеп ретінде қалыптасып кетті. Имам Матуридидің мектебіне тағы да бір тоқталып кетесіз ба? Енді Абу Мансур аль-Матуриди 333 жылы хижри қайтыс болған. Дүниеге келген жылына байланысты түрлі көзқарас бар. Өйткені бізде ислам ғалымдарын жалпы өмір баяндарын қарасаңыздар, көбінесе дүниеге келген жылдармен емес, қайтыс болған жылдармен қарайды, есептейді. Өйткені енді оны белгілі болады ғой. Сондықтан 333 жыл нақты қайтыс болғандығы айтылады, 4-ші хижри шамамен. Енді жаңа өзіңіз айтпақшы, бұл жаңа бір нәрсені алып келген жоқ. Түптеп келгенде соның түбірі бәрі иснәді жаңа деп айтып жатырмыз ғой, тізбегі сол имам Абу Ханифаға тіреледі. Имам Абу Ханифаның түбінде әржан табиғин, әржан сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи барып тіреледі негізі тізбегі. Және жаңа айтып жатырмыз ғой, бізде енді әдіснаманы қалыптастырып, бір сенім мектебі ретінде қарауымыз керек та оған. Сенім мектебі ретінде, сенім мектебінің құрушысы ретінде қарастыруымыз қажет. Ол бір жаңа нәрсені алып келген жоқ. Мысалға Сахих Бухари, Сахих Муслим дейміз. Мысалға ол сол кітапта ғана сахих хадистер ғана бар ма? Жоқ, тек соны бір негізін қалап, сол жолда ерең еңбек етіп, соны бір негізін қалап, құрып, сол жолда ерең еңбек еткен үшін соның құрушы саналғандықтан солай бір аталып кейіннен танылып кетті да. Сондықтан ол бір жаңа бір дүниені алып келген жоқ. Ол жердегі қамтылған мәселелерде сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның негізгі алып келген миссиясымен соны сәйкес келеді. Және оның әйгілі кітаптары да бар, ол бір жалаң бір жай бір Матуриди деп аталып кететін бір тұлға емес, бір белгісіз беймәлім. Ол бір кәдімгі Китабу Таухид деген еңбегі бар, Тәуилат Ахлі Сүнна деген кәдімгі тәпсір еңбегі бар, 17 томдық керек десеңіз сізге. Википедияда да жоқтап жүрген адамдардың санасын өздері көрсетіп жатыр ғой жалпы. Ол деңгейі енді түсінікті ғой, ол терең бір ашып та қарамаған адамдар ғой. Википедияда да бар, негізінде қарап отырсаң. Википедияда бар, Енді одан кейін табақат тараджум керек десеңіз, кәдімгі табақат тарихи ғұмырнамалық еңбектер бар.
ғалымдар туралы жазып кеткен. Мысалы Ханафи мектебіндегі кітаптарды қарайтын болсаңыз, ол жерде кәдімгі Абу Мансур Матуридиге арнап, оның кім екендігін, қайдан шыққандығы, оның жаңағы имамул худа, раис әхлі сүнна, тура жолдың жаңа көшбасшысы, әхлі сүннаның жаңағы басшысы, имамы деп, имамул мутакаллимин деп, кәлем ғалымдарының негізгі имамы деп, сондай керемет жоғары бағалап кеткен негізі. Замандастар. Ол біз ғой қазір түсінбей жүрген негізі. Енді тағы бір осы арада қойылатын сұрақ. Айтасыңдар қазақта ақида болған деп айтасыңдар, ал маған осы қазақтың оқығандарынан имам Матуриди деген сөзді тауып берші деген сөздерді айтады да, сонда мен айтамын да оларға жауап. Ол кезде сен сияқты мақаулар болған да, дөрекі айтсам. Өйткені ол кезде барлығы білді, оны айтудың керегі жоқ. Мысалы, сен қазақтың ортасында жүріп, мен қазақпын деп айтпайсың ғой. Иә. Сен қазақ екенің көрініп тұр, сөйлеп тұрсың. Тек қана бізде руың қандай деп сұрауы мүмкін, содан қазақ екеніңді біліп алады. Сол сияқты Абайдың да, Абырайдың да имам Матуридимін деп айту, имам Матуридидің шарт емес, өйткені ол заманда қазақтың мектебінің барлығы Матуриди мектебінің негізінде құрылды. Сондықтан ол кісілер тек бірден ол кісінің мәтіндерін ғана пайдаланды, жаңағыдай Алла мекенсіз деген сияқты. Анық сол мәтіннен алынғаны көрініп тұр да. Әрине, жауһар арат емес мысалға деген сөз. Мәшһүр Жүсіптің, Онда Хакім Абайдың өзінің қара сөздерінде де иманды бөлуі қарастыру, Ибрай Алтынсариннің, Шәкәрімнің мысалға иман ол деген жүрекпен сеніп, тілмен айту деген мәселелерде бұның барлығы сол Матурidi сенім мектебінің нағыз соны ұстанатындығын білдіреді ғой негізі. Одан кейін жалпы біздің қарап отырсаңыз, енді білесіз, Шәкәрім, Хакім Абайлардың жалпы ұстанымы, көзқарасы бір логикалық, ақылия деп жатырмыз ғой, ақыл таразысымен өлшеген де, барлық нәрсені көбінесе соған басымдылық берген. Біздің мысалға Матуриди мектебі, Абу Мансур Матуридидің өзінің еңбегіне қарайтын болсаңыз, шынымен де алғашқы бетінен ақ уджуб ма'рифати дин бид далил дейді. Дінді дәлелмен түсінудің міндеттілігі жайында дейді. Яғни бұл дегеніміз не нәрсе? Адам саналы түрде иманға келу керек, саналы түрде дінді тану керек деген мәселе. Бұл да сол біздің жаңағы Хакім Абай, басқа да тұлғаларымызбен негізі көзқарастары сай келеді. Сол мектептің түлектері екен. Түлектері ғой, былайша айтқанда. Енді бізде 19 ғасырдың соңы, 20 ғасырдың басында Абайдың, Шәкәрімдердің кейбір молдаларға айтқан сөздерін дінге қарсы деп түсіндіреді кейбіреулер. Осы арада да бір ақпарат айтып кетейік, бұл жалған. Абайлар, Шәкәрімдер кейбір молдаларды сынасы, ол әріптес ретінде бір-біріне айталды, ғалым ретінде. Ал классикалық білімнің шеңберінде айтты. Маса олар өздері барлығы дін ұстанып, діннің шеңберінен шығып кеткен адамдар емес та. Енді ұстаз бір қорытынды сұрақ болсын. Пайғамбарымыздан бастадық, орта жолда имам Матуриди тахауилерге соқтық, сосын енді қазіргі заманға Абай, Шәкәрімдерге соқтық. Қазіргі заманда дін мен ғылымды байланыстыратын бір жүйе керек деп ойлаймыз ғой енді өзіміз. Бірақ енді сіздердің еңбектеріңізден таныспыз, сырттарыңыздан. Нұр Мүбәрак университеті соңғы жылдарда үлкен өзгерістер жасап жатыр. Оған көзіміз ғылымның айналасында жүрген адам ретінде байқаймыз. Өткен Түркияда әрбір университетінде теология факультеті бар. Оның өзінде 15 мың студент оқиды. Бір факультетінің өзінде. Оның кітапханасын басынан аяғына дейін классикалық кітаптар, оның бәрі түркіше аударылған деген. Бізде қашан осындай деңгейге жетеміз деген сияқты арман қалады, көріп жүрген адамда. Бірақ елге келіп, сіздердің кітаптарыңызды көріп қарасақ, кәдімгідей жұмыс жүріп жатыр да. Қазақша Шәмәйілді қазақша аударып жатсыздар, Тахауи ақидасын түсіндірмесін қазақша аударып жатсыздар. Бір жақсы серпіліс бар да. Сол дін мен ғылымды байланыстыруда бір жолын айтып жіберсеңіз. Енді бізде жалпы дін ол ғылым ғой, ғылыммен байланысты. Бірақ бұл жай жалаң сөз болып қалмау керек. Бізде жаңағы ғылымдағы бас шарт ол еңбектер шығару ғой. Еңбектер шығару. Мысалы, Абдулла Заркаши деген ғалым айтады, тасниф деген нәрсе, бір кітап жазу, шығару, ол фард кифая дейді. Фард кифая. Енді әрбір адамға міндетті емес, бірақ кімге дейді? Фахман ва иттилаған дейді. Яғни ол түсінік берген сол жайында, соған жазуға қабілеті бар адамдарға ол парыз кифая дейді. Яғни сенде жазуға мүмкіндік, соны сызып жазуға шығару мүмкіндік бар ма? Онда саған ол парыз дейді да жалпы. Сондықтан жалпы еңбек шығару, кітап шығару ол басты талап.
Онсыз айтады сөздің жалғасында, кітап жазбаса, кітап шығарылмаса, онда ілім жоғалады дейді. Ол 100% ешқандай күмән жоқ. Сондықтан да ғылымдағы, дамытудағы ең басты талап шарт, әрине бірінші мүмкіндіктердің болуы, оған әрине біздің оқу орны, университетіміз мүмкіндік жағдай жасап отыр. Яғни жаза аламын, сызамын, шығарамын деген адамға барлық қаржылай жағынан, басқа жағынан көмегін беріп отыр. Сондықтан осындай жағдайда біз барлық мүмкіндіктерді толыққанды пайдаланып, кітап жазуға, шығаруға барлық ынта-жігеріміз салуымыз керек қой. Әйтпесе жаңағындай аяқ асты келген, сырттан келген идеологияларға қарсы тұруға бізде мүмкіндік болмай қалуы мүмкін. Ол бір еңбек жазылады, ол бір-екі күндік жаңағындай 2-3 мың теңгеге ғана кітап сатып алса, ой, неге қымбат деп жаңағы қиналады. Ол бір ғана кітабыңыз, ол 100 жыл, 200 жылға сіздің немере, шөбереңізге бүкіл кәдімгідей бір инвестиция ғой, иммунитет былайша айтқанда. Әлбетте, бір кітап жазудың өзі оңай емес қой, түнімен отырасың. Отырасың, сондықтан кейде оны жазған адамдар түсінбей қалуы мүмкін. Енді әлбетте бұл деген кітап сатып мен байыған адам көрген емеспін. Біз енді бестселлер сатып жатқан жоқпыз ғой. Бұл бір ғылыми кітап болғасын, біреу алады, біреу алмайды. Бірақ жамағат сау болсын, түсініп алып жатқандары бар, және оқып жатқандары да бар. Бұл шабытыңды ашады, әр жақтан жазып жатқан тілектер. Бірақ жаңа кейде жамағат түсінбей айтып қалып жатады, осы нәрсені. Біз бұл арада кітап саудасы емес, бірақ келесі кітапқа да қаржы жинау керек. 1000 кітап шығару үшін қазір Алматыда 2 миллион ақшаның өзі аз болып кетеді. Ал 1000 кітабың деген Алматының метросына таратып жіберсең бітіп қалады ғой, былай қарасаң. Ұстаз, көп рахмет, бізге уақыт арнадыңыз. Енді біздің шапағат ұжымына және Атыраудағы бір топ жамағатқа, сіздің оқырмандарыңызға бір жақсы тілегіңізбенен бүгінгі подкастымызды аяқтайық. Істеріңізге, жұмыстарыңызға Алла тағала береке берсін. Өте бұл қазір таңда ең қажетті, өзекті дүние ғой. Сондықтан бұл формат жеткізу, аудио болады, видео, кітап арқылы, жазу арқылы, сызу арқылы, бұл да бір жеткізудің бір тәсілі ғой. Сондықтан істеріңізге сәттілік, тек қана осы ізгі жолда шаршамай Алла тағала күш-қуат беріп, берекесін бере берсін әрі қарай. Сізге де тағы көп рахмет. Алла разы болсын. Алла іліміңізді арттырсын. Осы ғасырдағы үмбеттің үлкен ғалымдарынан болуыңызды Алла нәсіп етсін.